Sohbat pен диалогтың өзгешелігін білуіміз керек еді. Есіңізге түсірейік. Диалог дегеніміз не? Кім айтады? Қол көтереді. Айта ғой, Айбар. Бірінші көтерді. Диалог деген екі немесе бірнеше адамның сөйлескені. Жақсы. Ал енді сұхбат дегенді қалай ойлайсыздар? Қандай айырмашылығы бар диалогтан? Бақылаудан айтам. Айта ғой, Дария. Сұхбат дегеніміз арнайы сұрақтарға біреуден жауап алу. Дұрыс айтасың, және міне ережені іліп қойдық, е? Сұхбат дегеніміз арнайы сұрақтарға біреуден жауап алу. Яғни бір адам сұрақ қояды, келесі адам жауап береді. Ал диалогта екі адам бір-біріне сұрақ қойып сөйлесе береді. Соның айырмашылығы бар екен. Бағалаған хайуанаттар бағында ауа райы өзгеріп кетті. Қалай өсір бұл ненің дауысы? Жаңбырдың дауысы, иә? Балалар, жаңбыр кезде біз қолымызға не ұстаймыз? Қол шатыр ұстаймыз, кәне келіп тұра қалайықшы бала, бәріміз қол шатырдың астына келейік, кәне. Жаңбыр жауып кетті. Қол шатырымыз келе қасымдан. Қараңдар, қол шатырымыздың астына келе қалды, кәне тамшылардан алып, жаңбырды жоқ қылайық, кәне. Кәне аламын. Жоқ, ол аламын. Тамаша. Міне мына жақтан олай. Аламын. Тамаша. Алдық па бәріміз? Тамаша. Өте жақсы. Бәрімізге тамшылар. Біз тамшыларды алуға көмектестік. Солай ма балалар? Ал енді балалар қол шатырымызды жабайын. Сендердің қолдан тамшылар жай тамшы емес. Сиқырлы тамшылар тапсырмалар тұр екен. Жұпар, сенде қандай? Маман журналист. Сен демек журналист боласың. Сен кім болады екенсің, Дария? Жұлдыз. Жұлдыз. Сен ше? Мен жазушы. Жазушы. Айбар, сен кімсің? Мен тілші. Тілші. Суретші деп тұр, аха. Сен де? Ғалым деп жазып тұр, иә? Уақытын оқу керек. Жақсы. Отыра қойыңдар балалар. Енді балалар импровизация жасап жүрейікші. Журналистер өздерінің қалаған мамандарына сұхбат алды. Сұхбат деген мәтін тұр ғой, сендер жаңа оқыған. Сол бойынша аласыздар. Кім түсінді бұл мәтінді? Түсінбесеңдер ала алмайсыңдар. Түсінікті ма бәрін? Тамаша. Ендеше жазушыдай сен кез келген сұрақ қойыңа болады. Сен журналистің көзің келесің. Сәлеметсіз бе, Еламан мырза? Журналист деген былай беріп отыратын. Ұстамай қой, айта қой. Сәлеметсіз. Мен сәлеметсіз бе, Жұпар ханым? Жақсы бастады. Мен сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет. Еламан мырза, сіз қандай еңбек жасадыңыз? Мен ақлақ деген шығарма жасадым. Жақсы, Дария. Шығармаңызда басты кейіпкері кім? Талап деген бала. Сіздің ойынша Талап қандай бала? Ақылды, ұқыпты. Хайуанаттар бағы туралы идея қайдан туды? Мен кішкентай кезімде хайуанаттар бағына көп рет бардым. Содан ойладым, осындай етеді деп. Рахмет, сау болыңыз. Қалай ойлайсыздар, сұхбат шықты ма балалар? Иә. Тамаша. Рахмет балалар. Келесі қай жұп дайын бізге? Тамаша, келе ғой. Айбар, сенің жұбың кім еді? Дария. Дария, сен кім болдың? Мен Жұлдыз. Жұлдыз, міне өздеріне сай заттарымды таңдап алып жаңа, иә? Жақсы. Ал микрофонды беріп отырасыз, сен журналистсің, жақсы ма? Сәлеметсіз, Дария ханым. Сәлеметсіз бе? Сіз көптеген сөздеріңізді қазіргі таңда қалай беруге сөйлейсіз? Мен қазіргі таңда ақлақ пеніне түсіп жүрмін. Қымбаттығымды солмайсыз ба? Фенде негізгі басты роль хайуанаттар басты ақлақ. Фенде асқақ дейміз, рахмет сізге. Ондай емес қой? Қалай дайындадыңдар сіздер жаңа? Рахмет сізге
Sağ olunuz. Жақсы. Дайындалғандарың бойынша бір рет қайталап шығу керек екен, иә, біраз? Жақсы, отыра қойды. Ага, келесі. Кімнің жүгі бар тағы? Серікжан жақсы дайындалып кетті. Серікжан, және журналист кім болды бізде? Жақсы. Сәлеметсіз бе, Серікжан мырза? Сәлеметсіз бе, Жұбархан? Siz qanday еңбектер жасадыңыз? Siz неше жыл жасадыңыз? Мен ақтаққа ерекше тоқталдым. Неше жыл жаздың дейді? Мен бұл сөзді 3 жылда жаздым. Еңбегін 3 жылда жазды. Hayvanatlar bağında akılaklı kalay küttü. Енді ғалымсың сен өзің ойлашы, қалай күтеді хайуанаттар бағында? Қандай ережелер сақтай ма олар? Тамаша, өте жақсы. Ойдан тура шығарған, түзетпейді. Жақсы.